Қалай мен осындай безеу беттен құтылғанымды және де ужасный состояние шыққанымды айтып беретін боламын. Бетіме не жаққанымды соңында айтамын. Жалпы бұл проблеманың пайда болуына қатты әсер еткен нәрсе ол денсаулықтың дұрыс болмауы еді. Мен бірінші курсқа көшкен кезімде ұбт-дан кейінгі депрессиямен, травмалармен келгеннен кейін гормонмен қатты проблема болды. Бір айда 23 килограмм қостым, өзімді жек көріп бастадым және де қатты стресс болған болатын, себебі адаптацияға мен әлі дайын болған жоқпын. 7-ші сыныптан бастап қазірге дейін осы беттегі безеумен қатты күресіп келе жатырмын деп айтсам болады. Бірақ осы мектеп бітіргеннен кейін денсаулықтың кесірінен бұл нәрсе қатты өршіп кеткен болатын. Аллаға шүкір, қазір барлығын емдедім, ментально, физически. Соның арқасында осындай результатқа жеттім. Өзімнің бір үлкен құпиямен бөлісейін. Мен бетіме не жақты деп ойлайсыңдар? Точнее, не жақпады деп ойлайсыңдар? Бүкіл хит болған нәрсенің барлығы менің бетімде болды ғой, былайша айтқан кезде. Бірақ маған нақты көмектескен нәрсе, бағасы арзан, өзі маржан, осы король кожи дейтін крем китайский. Әрине бұл барлығына көмектеседі деп айта алмаймын, бірақ маған қатты көмектескен осы крем. Және де денсаулығымның реттелуі, өзімді өзім жақсы көруім, стрессімнің жоғалуы, көңіл күйімнің жақсы болуы осындай керемет нәтижеге мені алып келген болады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, өз-өздеріңді шын жүректеріңмен жақсы көріңдер дегім келеді. Видео ұнаған болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Всем пока!